Ассалаумағалейкум достар. Мұқан қаған. Мұқан қаған Бумын қағанның екінші ұлы. 553-572 жылдарда түрік қағаны. Оның қол астындағы түрік қағанаты өз шекараларын Сырдан Қара теңізге дейін кеңейтіп, бұрын болған ең үлкен империяға айналды. 553 жылдың басында бұрынғы қаған Қара еске қаған қайтыс болғаннан кейін оның ұлы Шат таққа отырудан шектетіліп, Мұқан қаған есімі аталған Бумын қағанның екінші ұлы қаған болады. Қытай деректері бойынша Бумын қаған ұзартылған қызыл бет пен жылтыр көзге ие болған. Мінезі бойынша ол қатты соғысты жақсы көретін және де айқын ақылға ие болатын. Мұқан қағанның тұсында таққа отыру тәртібі және де қағанның әкімшілік аумақтық бөлінуі 4 уезге белгіленеді. Әкесі мен үлкен ағасының мұрасы бойынша Мұқан 551 жылдың бері соғысып келе жатқан Дужан қағанатымен араздықты алады. 553 жылдың күзінің соңында ол Дужандарға шешуші жеңіліс әкеледі. Содан кейін 554 жылдың басында қаған Душуды бастаған халықтарды оларды қудалаған түрік отрядтарының шабуылдарын тойтарып алған император Бейсюнді Дидің қамқорлығымен Синге көшті. 555 жылдың жазында одақтастарының жерінде қарақшылықпен айналысқан Жужай бен Сиден далаға қуылады. Онда түркі әскерлері оларға тағы бір жеңіліс әкеледі. 556 жылы Дишузи бейге пана сұрады, бірақ бірден Мұқан қаған елшісіне 3000 жужанмен бірге беріледі. Тұтқындардың жаппай өлімі қаған және де барлық ересек адамдардың соғысты тоқтатады. Жужан қағанның жеңілісі мен жаулап алуы халықаралық аренада Мұқан қағанға есімі береді. Иранның Ефталит мемлекетіне қарсы одақ құру туралы ұсынысы қағанның ағасы Ябгу Истемидің басшылығымен үлкен армияның басында жорық жасауға себеп болады. Жаулап алу соғыстарының нәтижесі түркилердің Үйсін, Нушеби, Дулу, Араварлар, Хотан, Хорезм, Жетісу және де Сида князьдіктерінің бағынуы, Ефталиттер мемлекетінің жойылуы, Орал маңынан Хеонның бар және де Оғаралдың басып алынуы, Хазарлардың, Отигарларды және де Аланияның бағынуы болады. Түрік қағаны Иран мен Византиямен тығыз қарым-қатынас орнатып, олардың араздығын пайда көреді. 554 жылы Мұқан қаған солтүстікке жорық кезінде қырғыздарды Шиковты бағындырып Саянға дейінгі жетті, бірақ тауды кесіп өтпеді. Шығыста түріктер өз билігін жеңіліске ұшыраған Бейси Кидинге, сондай-ақ татафтар мен Тотуз татарларға тартып Сары теңізге жетті. 556 жылы Жузан Си беймен достық қарым-қатынас аясында Мұқан қаған одақтастарымен бірге Тонга қарсы әскер жібереді. Тонгақтар Нышан тауларына қашып кетеді, ал түркі әскерінің астанасы Шудун мен Хемшен қаласын алады. 560 жыл басында Қытайдың 4 билікке бөлінеді. Олардың әрқайсысының өз императоры билік етеді. Екі күшті империя түрік қағанатымен тікелей шектесіп, Бей Шижоу мен Бейси 561 жылы қағанның астанасы екі империядан да елшілік келіп, Мұқан қағанның одақ құруға ұмтылады. Сылтаумен қағанның қызының қолын екі император Уди және де Усянди сұрайды. Мұқан Бейси ұсынған бай сыйлықтарға қарамастан Батыс Қытаймен бұрынғы қарым-қатынастарын жалғастыруды шешімін қабылдады. 560 жылдың қысында әскери олжалар мен алынбаған құрбандықтарды өтеуге ниет білдірген Мұқан қаған Ян Сизян басқарған Бей Шу әскерлерімен болашақта бірінші Суй императоры бірге Бей Сиянның екінші астанасын қоршауға алады. Соғыс ұзаққа созылады деп шешкен қаған Сис жерлерін тонап далаға оралады. Болашақта Мұқан қаған Бей Шижоу мен Бей Си соғыстарына қатыспады, дегенмен ол Батыс Қытаймен одақ саясатын жалғастырып, Бейсимен одақ құру туралы ұсынысты қабылдамады.